Экспо нысандарының құрылысы келесі жылдың сәуір айында басталады. Сонымен қатар Қазақстан Ресей тарапына экологиялық қауіпті отын, гептилмен ұшатын зымырандарды азайту мәселесін қойып отыр. Бүгін мәжілістегі үкімет сағатына қатысып, кейін орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өткізген қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров көкейдегі көп сауалға жауап берді. 2025 жылға қарай Қазақстандағы киіктердің саны 500 мың басқа жетеді. Үкімет сағатын министр Нұрлан Қаппаров осындай жағымды жаңалықтан бастады. Ал алдағы 6-7 жылдың ішінде жалпы қуаты 1 гигаватт болатын жаңартылатын энергия көздерінің 31 нысаны салынады. Бұл іске қызығушылық танытқан инвесторлар көп. Сонымен қатар Астана мен оның іргесіндегі елді мекендер тұрғындарын ауыз сумен қамту үшін жаңа су арнасын салу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда министрлік 2 жобаны қарауға кірісті. Этот проект по строительству нового канала. Бұл ертістен басталып Астана арқылы Есіл өзеніне дейінгі жаңа су арнасының жобасы. Егер жоба жүзеге асса, жалпы қуаттылық жылына 1 миллиард текше метр ұлғаяды. Әрине, мұның бағасы арзан емес. Алдын ала есептеулер бойынша 500 миллиард теңге қажет. Еліміздің экологиялық кодексі Ресей жалға алып отырған Байқоңыр аумағында қолданылуы мүмкін. Министрдің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан гептилмен ұшатын зымырандарды азайтып, экологиялық таза отын түрлеріне көшу мәселесін көтеріп отыр. Распространение действия. Ғарыш айлағында еліміздің салалық кодексінің қолданылуы бізге барлық жағынан тиімді. Экологиялық талаптардың тұтастай сақталуын біз құқықтық негізде бақылайтын боламыз. Қазір біздің бұл тілегімізді Ресей тарапы қарап жатыр. Сондай-ақ орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Экспо нысандарының құрылысы келесі жылдың сәуір айында басталатыны айтылды. Әзірге жобаның сәулеттік және сметалық құжаттары әзірленуде. Бұл жұмыстарды жеделдету үшін арнайы заң қабылданады. Күннен, желден, жерден сол барлық энергияның Экспоның районы өзі шығарады. Экспоның учаскесі сыртынан бір электроэнергияны алмай, барлық пайдаланатын энергиясын өзі шығарады, артық энергияны қалаға береді. Дархан Абдуахит, Бауыржан Бақытбекұлы және Махмуд Сауырбай. Хабар агенттігі.